Сіздерге қазір бір зікір айтам. Енді ол зікірді айтып жүрсеңіздер, енді ол комбоға. Бірінші кезекте күнәларыңыз кешіріледі. Екінші кезекте ризықтарыңыз артады. Атқаннан кейін жер тепсеңіз, ақша тауып аласыз, жер қазсаңыз алтын тауып аласыз. Күтпеген жерден мә деп келіп қалады да, есіңіз қағып ше. Үшінші кезекте сіздің жүрегіңізде уайымдап жүресіз, уайымға батып кетесіз, анау қалай, мынау қалай дейсіз ғой. Сол кезде сол уайымыңызды шешіп береді. Төртінші кезекте жәннатқа кіресіз. Болды ғой, бұл өмірде күнәңіз кешіріліп тұр, ризығыңыз артылып тұр, ризыққа бәрі әйел, бала шаға бәрі кіреді. Уайымыңыз жоқ, жәннатқа кіріп тұрсыз. Енді бұл зікірді қалай айтпай жүресіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху аллаху акбар" деп айтып жүрсеңіздер, бұл сөздер Аллаға ең ұнамды сөздер. Бұны айтсаңыздар, күнәларыңыз кешіріледі, уайымыңыз сейіледі, ризығыңыз артады, жәннатқа кіресің деді. Осы зікірді міндетті түрде айтып жүріңіз. Ағраб сүресінің 180 аятында айтты: "Алланың көркем есімдерін айтып жалбарыңдар" деді. Осыны бір рет айтыңыз, болмаса 5 рет айтыңыз, болмаса 10 рет айтыңыз да, дұға тілеңізші. Алланың көркем есімдерін айтып. Енді 99 есім, қай есімін айтам дейтін болсаңыз, Әл-Жалил деген есім бар. Алла аса ұлық. Бір басымызды алып, мен өзім ғана бәрін реттеймін, мен өзім мықтымын дейтін болсаңыз, қателесесіз, шалқаныңыздан құлайсыз. Сол себептен, я Раббым, сен Әл-Жалилсің ғой деп дұға тілеңіз. Егер де қалай дұға тілеймін дейтін болсаңыз, былай дұға тілесеңіз болады. Я Әл-Жалил ва ұлық иесі, мәртебесі шексіз Раббым, маған өз кеншілігімен мол ризық бер. Сол ризық арқылы жүрегімді тыныштыққа бөлеп, халал байлықпен байыт. Жүрегімде саған деген тәуекелді арттыр. Бұл өмірде де, ақыретте де сенің қамқорлығынан айырмағайсың. Дәл осы видеоны досыңызға жіберіңіз. Досыңызды Алланың Әл-Жалил деген есіммен танысып, досыңызбен бірге жәннатқа кіргіңіз келсе, осы видеоны міндетті түрде жіберіңіз.